Ерғали мен Жәмиланың отасқандарына 27 жыл болды. Ерғали ешқашан әйеліне қарсы сөз айтып көрген емес. Әйелі не қалайды, соның барлығын жасайды. Әйелінің ақ дегені алғыз, қара дегені қарғыз. Екеуінің 2 қызы бар. Кіші қызы Ләйла мен күйеуі Жәмиланың айтқанынан шыққан емес. Ал үлкені Лаура тұрмыста. Анасымен қатты жақын араласа қоймады. Мереке кездерінде ғана кездеседі. 3 баласы бар. Күйеуі Рүстам белгілі бір компанияда директор. Жәмила өзі ауруханада мейірбике болып жұмыс жасайды. Ерғали болса қарапайым таксист. Жәмилаға өзінің өмірі ұнаған емес. Құрбы құрдастарының бәрі ауқатты, тұрмыс жағдайлары жақсы, шетелдерде жиі болады. Оның бар ойы қалай ақша табамын, қалай бай боламын еді. Сол себепті үлкен қызы бай ауқатты жерге ұзатылғанында қатты қуанған. Бірақ Лаура анасына ешқашан ақша берген емес. Анасының ақша десе ашкөз екенін жақсы білетін. Бір күні ауруханаға қарт әжей түсті. Дәрігерлер ота жасап, әжейді палатаға шығарды. Дәрігер науқастарды қарап, әжейге қарауды Жәмилаға тапсырды. Жәмила әжейге жақсылап қара, 1-2 күнде тәуір болып қалар. Жақсы дәрігер. Сәлеметсіз бе әжей? Отадан кейін өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Бәрі жақсы ма? Жақсы айналайын. Әжейдің жағдайын сұрауға ешкім келмеді. Жәмила әжейдің ешқандай туысқаны жоқ екенін байқады. Әжеймен жақын араласып, оның сеніміне кіруді ойластырды. Әжейдің жағдайын біліп, палатасына жиі барып жүрді. Денсаулығыңыз қалай әжей? Бәрі жақсы ма? Жақсы, тәуір болып қалдым. Өзіңізді жақсы сезінсеңіз жақсы болыпты. Сізге ештеңе қажет емес пе? Бірдеңе керек болса айтарсыз. Қызым, көп рахмет. Сендей жақсы мейірбике кездескеніне қуаныштымын. Айналайын, әрқашан жолың болсын. Әжей, бұл біздің жұмыс қой. Көп рахмет тілегіңізге. Жақсылап демалып алыңыз. Рахмет қызым. Әжей ауруханада 2 аптадай болды. Осы уақыт аралығында Жәмила әжеймен жақын араласып, қызындай болып алған еді. Бүгін әжейді ауруханадан шығаратын күн. Сол себепті ол әжейдің үйін көруді ойластырды. Қалыңыз қалай әжей? Бүгін сізді ауруханадан шығарады. Жақсы болды ғой, өзім де үйіме қайтқым келіп еді. Бірақ сендерді де қимаймын. Сенімен жақсы араласып, сырлас дос тапқандай едім. Алаңдамаңыз әжей, сізден әрқашан көмегімді аямаймын. Үйіңізге де барып көмектесіп тұруға дайынмын. Мына қағазда телефоным жазылған. Жалғыз сұрасаңыз хабарласыңыз. Бүгін сізді өзім үйіңізге апарып саламын. Рахмет қызым, көп жаса. Оқасы жоқ әжей. Сізді өз анамдай көремін. Анамды жастайымнан көрмеп едім. Қызым, саған көп рахмет. Мені жалғызсыратпай, көмек қолыңды созғаныңа. Сендей жақсы адам кездескеніне ризамын. Кешкісін Жәмила әжейді таксимен үйіне апарып салды. Әжей, үйіңіз жиналмағанына қанша болған? Мен сізге көмектесіп жіберейін. Ештеңе етпейді айналайын. Ертең арнайы қызметкерлерге жинастырып аламын. Ой, мұныңыз не? Бұл дұрыс емес. Қайдан білесіз қандай қызметкер келетінін? Қазір мен жинастырып беремін. Рахмет қызым. Көп жаса. Айналайын. Мына киімдерді киіп ал. Жалғыз қызымның киімі еді. Шетелге кеткелі 10 жылдан астам уақыт болды. Еш хабарсыз. Менімен байланысын үзген. Сіздің қызыңыз бар ма? Неге? Не себепті? Сізді жалғыз қалдырған. Ол ұзақ әңгіме. Қайсы бірін айтайын. Әжей іштей күрсінді. Сізді тыңдауға дайынмын, айта беріңіз. Менің қызым осыдан 10 жыл бұрын басқа ұлттың азаматына тұрмысқа шықпақшы болған. Мен оған қарсы болдым. Жолдасым қайтқалы жастайымнан сол қызым үшін өмір сүрдім. Ол мені бір күнде тастады да кетті. Әжей қатты жылады. Жыламаңыз әжей, сұрап жазылмас жараңызды қозғағаныма кешірім сұраймын. Ештеңе етпейді айналайын. Қазір бәрі жақсы. Ол тұрмысқа шықты да, сол күйі менімен хабарласпады. Жалғыз қалғаны мына хаты. Мені іздеме, менің бақытты болуыма мүмкіндік бер.
Осы жолы менің қалағаным болады. Хош болыңыз, деді. Осылай менімен қоштаспастан кетті де қалды. Қиын болыпты. Кейін іздемедіңіз бе? Мүлдем хабарласпады ма? Иә, мүлдем хабарсыз. Кейін білдім, ол менің қызым емес екенін. Біліп осындай қадамға барыпты. Өзінің ата-анасын тауып алған екен. Қазір мүлдем араласпаймыз. Қиын жағдай болыпты. Жәмила осылай әжейдің сырларын біліп, жақын досына, сырласына айналды. Уақыт өте келе, үнемі әжейдің үйінде болып, дәрілерін беріп жүрді. Әжей алғысын айтып, еңбек ақысын да беріп тұрды. Жәмила отбасына жалғыз басты әжеге қарап жүргенін айтқан болатын. Жалғыз кемпірді ақыры құрығыма түсірдім. Маған толықтай сенеді. Енді үйді атыма жазып алуым керек. Қандай тәсіл қолдансам да, қайтсем де бірдеңе ойластыруым қажет. Мақсатқа жетуіме аз қалды. Мұның дұрыс әрекет емес. Ертең қызы іздеп келсе не істейсің? Мұндай жауыздыққа барудың қажеті не? Өзімізде баспана бар, өзіңе күнә жасама, деді Ерғали. Ештеңе болмайды, алаңдама. Қызы одан бас тартыпты. Ертең ақ қалада өз үйіміз болады. Иә, үйді қолға түсірсеңіз жақсы болар деді. Қаланың ортасында орналасқан емес пе? Иә қызым, жақында үйіміз болады. Ерғали, сен қайдағын ойламай, одан да маған жоспар құруға көмектес. Мені мұндай былық істеріңе араластырма. Онсыз да сенің айтқаныңды істеп жүрмін. Мені жайыма қалдыршы. Саған не болды? Мұндайың жоқ еді ғой. Неге қарсы болып тұрсың? Деп Жәмила ашуланып кетті. Кешір, бірақ менің расымен саған көмектесер ойым жоқ. Не қылған зұлымдық? Далада тұрып жатқан жоқсың ғой. Біреудің үйінде нең бар? Өз өмірімізді сүрейік. Өз өмірімізді? Мен сен үшін қазір осындай жағдайдамын. Кезінде бекер саған тұрмысқа шығыппын. Қателескен тағдырым-ай, не қылған өмір. Азаматты таңдағанда бұлай жүрмес едім. Әлі күнге квартирада тұрамыз. Жас балаларша. Не деп тұрсың? Мен сені күштеп алдым ба? Маған олай деуші болма. Дәл қазір кет Азаматыңа. Сондай керемет болса. Кетем, не істейсің ал? Азаматтың отбасы барын білесің. Әдейі айтасың-ау деймін. Керек болса әйелінен тартып алуға дайынмын. Не деп тұрсың? Ерғали Жәмиланы ұруға дейін бара жаздады. Бірақ Ләйла оны тоқтатып қалды. Бұл Ерғалидың үйленгелі бері Жәмилаға алғаш қол көтермекші болған еді. Әке, қойыңыз, мұныңыз не? Қаншама жылдан кейін. Қызым, болды, менің сабырым таусылды. Мына әйелді көргім келмейді. Ажырасам. Ажырассаң ажырас. Онсыз да сенімен тұрып бақытты болып жүргенім шамалы. Ерғали үйден шығып кетті. Ләйла не істерін білмей анасына қарады. Мама, мұныңыз не? Азамат деген кім? Қызым, сен ақыр осының бәріне куәсің. Сен ғана мені түсінесің. Саған бір шындық айтамын. Ешқашан маған қарсы келмеймін. Соңына дейін тыңдаймын деп уәде бер. Иә мама, айта беріңіз. Ол не шындық? Білесіз ғой, мен тек сізді қолдайтынымды. Кел, мұнда отырайық. Негізі Ләйла әңгіме былай. Азамат сенің әкең. Қалай сонда, түсінбедім. Сен өзің де білесің, қызым. Ерғали саған аса қатты жақын емес. Тек Лаураны ойлайды. Себебі ол сенің қызы емес екеніңді жақсы біледі. Біз университетті оқып жүргенде Ерғали мен Азамат курстас еді. Менімен алғаш рет Азамат танысқан болатын. Бірақ Азамат бай ауқатты отбасының ұлы болатын. Ерғали екеуі жақын достар еді. Бір күні ол мені үйіне таныстыруға барды. Оның анасы маған жылы қабақ танытпады. Осылай ол бізді ажырастыру мақсатын көздеді. Сол себепті Азаматты Москваға оқуға жіберді. Мен не істей аламын? Отбасым жағдайды да мәз емес. Амалым жоқ, осында қалуыма тура келді. Бірақ Азамат менімен хабарын үзбеген болатын. Уақыт өте келе, көзден кетсе көңілден кетеді ғой. Азаматты анасы өзінің құрбысының қызына үйлендіретін естідім. Қатты қиналдым. Өзіме қол салуға дейін бармақшы болдым. Мені сол кезде Ерғали құтқарып қалды. Осылай оны мен тек дос ретінде араласа бастадым.
Оның ол кезде Гаухар есімді қызы бар болатын. Екеуі бір-бірін қатты ұнатты. Тіпті үйленуге дейін барды, бірақ мен оны Гаухарға қимадым. Бір жағы Азаматқа деген махаббатым тағы бар. Онымен қайтсем де қарым-қатынасымды үзбеу үшін Ерғалиға ұнататынымды айттым. Ол маған бұл жай бауыр басу, достық екенін айтты. Амалым жоқ. Мен Айлаға көштім. Ерғалиді туған күнінде қақпаныма түсірдім. Оған аяғым ауыр екенін айттым. Ол маған бірден сеніп, өзіне жауапкершілік алу мақсатында Гаухармен айырылысты. Менен қуанышты адам болмады. Екеуміздің үйлену тойымыз болды. Тойға Азамат пен әйелі де келді. Азаматты әйелінің жақсы көретінін байқадым. Маған келіп, Азаматтан алыс жүр деп ескертті. Мұны естіген Азамат оны шапалақпен салып қалды. Амал жоқ, екеуі үйлеріне қайтты. Ашуымды тыя алмадым. Осы көріністен кейін Ерғали менің Азаматты әлі де жақсы көретінімді түсінді. Маған жақсы отбасы болатынымызды, өзіне сену керектігін айтты. Осылай бірге өмір сүріп кеттік. Қалай Азамат сіздің тұрмысқа шығуыңызға қарсы болмады? Ол не істей алады? Амалы жоқ, өз таңдауын жасады. Бәріне оның анасы кінәлі. Арада 2 жыл өткенде Азаматпен кездестім. Әйелімен бірге тұра алмайтынын, мені әлі ұнататынын айтты. Мен оған отбасым барын, басым бос емес екенін, қызым барын айтқанмын. Ол оған да қарамай, менімен кездесуін жалғастырды. Өзінің отбасы жайында толығымен айтып берді. Әйелімен ажыраспақшы екен, ортада балалары да жоқ. Маған үйленгісі келетін ойы барын айтты. Мен де оны жақсы көремін. Осылай екеуміз бос уақытымызда бірге өткізіп жүрдік. Ерғалиге айтуға қорқып жүрдім. Азамат оған бәрін өзі айтыпты. Амалсыз ол екеуміздің арамыздағы махаббатты бұрыннан білгендіктен ажырасуға келісті. Осылай мен Азаматқа тұрмысқа шықпақшы болдым. Бірақ аяқ асты Азамат әйелінің аяғы ауыр екенін білді. Ол әйелі мен екеуміздің арамызда қалды. Біз Ерғалимен әлі ажыраспаған болатынбыз. Ажырасқаннан кейін Лаураны оған қалдырмақшы болдым. Бірақ әйелі Азаматты жақсы көретінін айтып, отбасын сақтап, оны кешіретінін айтыпты. Өмірге ұл бала келетінін де ескертіпті. Сол себепті әйелі екеуі қайта табысты. Азамат анасының ақылын тыңдап, отбасын бұзбауға шешім қабылдады. Менен тек кешірім сұрады, басқа амалы жоғын айтты. Мен тағы жалғыз қалдым. Амалсыз Ерғалимен бірге тұруыма тура келді. Ол да біздің отбасымыз үшін мені қайта қабылдады. Сосын сені босандым. Осындай жағдай қызым. Мама, қандай қиын өмір, өзіңізге ұнамайтын адаммен қаншама жыл бірге тұру. Әкем қазір қайда? Мені онымен кездестіріңізші. Әрине қызым, кездестіремін. Екеуміз байланысымызды үзген емеспіз. Есіңде ме, 8 жасыңда саябақта кездескен ағай, сенің әкең. Расымен де сол ағай ма? Иә, рас қызым. Мені түсініп қолдағаныңа көп рахмет. Ертең-ақ әкеңмен кездесуге барамыз. Жақсы мама, енді бәрі басқаша болады. Ләйла Ерғалидің әкесі емес екеніне қиналғанда жоқ. Туған әкесінің танымал кәсіпкер екенін біліп қуанған еді. Ертесіне Жәмила Азамат пен қызын таныстырды. Азамат оларды жақсы қарсы алды. Үшеуі бірге тамақтанды. Әке, неге осы уақытқа дейін менімен кездеспедіңіз? Ләйла бейтаныс адамды бірден әке деп айтуға қысылмады. Қызым, мұның өз себебі бар. 10 жылдай басқа жақта тұрдық. Сені сырттай бақылап жүрдім. Анаңмен байланысымды үзбедім. Саған айтуға батылым жетпеді. Сен мені түсінбей қалама деп қорықтым. Не болар екен деген ой мазалады. Енді алаңдамаңыз, сізбен кездескеніме қатты қуаныштымын. Рахмет қызым. Жәмила қызымызды ақылды етіп өсіргеніңе көп рахмет. Қызым, саған сыйлығым бар, қабыл ала ғой. Қандай сыйлық? Өзің ашып көр. Ләйла сыйлықты ашып көрді, ішінде қымбат телефон екен. Рахмет әке, көп рахмет. Неге әуре болдың, мұның не? Деп Жәмила таңданған сыңай танытты. Алаң болма, Жәми,
Енді Ләйла шындықты біледі. Оған қаншама жыл көрсете алмаған қамқорлығымды көрсеткім келеді. Ләйла, барлығына өзім көмектесемін. Бірдеңе қажет болса маған хабарлас. Мына картаны қажетіңе қолданарсың. Рахмет, әке, деп Ләйла әкесін құшақтап алды. Оқасы жоқ, сен менің жалғыз қызымсың. Әке, менің Санжар деген ағам бар емес пе? Иә бар. Азамат, ренжіме. Мен сенің отбасың жайында Ләйлаға бәрін айтып бергенмін. Мұның жақсы болды. Қызым уақыты келгенде Санжармен танысарсың. Иә, әке. Мен кішкентай емеспін ғой, бәрін түсінемін. Ол да таңғалар. Қаншама уақыттан кейін қарындасы барын білу күтпеген жерден қиын болар. Ақылыңнан сенің, қызым. Азамат оларды үйлеріне жеткізіп салды. Қызым, тағы да уақыт тауып кездесерміз. Әрине, міндетті түрде. Сау болыңыз, сау болыңдар. Азамат Жәмиланың жағдайынан хабардар болды. Досы Ерғалиға іштей риза еді. Өзі ұнатпаған әйелмен қаншама жыл бірге тұру, өзгенің баласын тәрбиелеу, әрине кез келген адамның қолынан келмейді. Ендігі уайымы отбасына Ләйла туралы қалай айту керек, не болса да айтуға тура келеді. Бір күн болмаса білетіндері белгілі. Үйге келіп әйеліне бәрін айтуға шешім қабылдады. Азамат, мен сенің Жәмиламен қарым-қатынасыңды үзбегеніңді, қызың барын бәрін білетінмін. Бірақ осыншама уақыттан кейін Жәмиланы қайтадан өмірімізге кіргізуге бел байладың ба? Менің төзімім таусылды. Онымен қарым-қатынасымды үздім деп алдап келдің. Енді Санжарға айтпақшысың. Не істесең де өзің біл. Мен сенен расымен шаршадым. Ары қарай бірге өмір сүре алмаймын. Санжар үшін бәріне шыдап келдім. Енді жетер, оған еш нәрсе айтпа. Ажырасуға құжаттарды дайындап қойғанмын. Ұлымыз екеумізге тыныш өмір сүруге мүмкіндік бер. Қарлығаш, өтінемін, мені кешірші. Жастық шақтың қателігі. Өткенді қайтара алсам ғой, менің Жәмилаға ешқандай да көңілім жоқ. Қызым Ләйла үшін ғана араласып жүрдім. Сені ғана сүйемін, сенің сабырлығың мен түсінігің саған деген сезімімді ұлғайтты. Осы жасымызда ажырасу ақымақтық, үлкен қателік болады. Кешірші мені. Әркез сенен кешірім сұраудан жалықпаймын. Иә, Азамат, әр нәрсе өз уақытымен. Сабырым таусылды. Әрі қарай шыдай алмаймын. Жетер енді. Менің сенің өткеніңмен күресуге күшім жоқ. Олай деме, өзің де білесің. Жәмила үшін жан досым Ерғалимен байланысымды үздім. Енді сенімен, жоқ, сені жібермеймін ешқайда. Санжар барын түсінер. Маған сенің қолдауың қажет. Сенсіз өмір сүре алмаймын. Сен менің барымсың. Ерғали шыдамай жылап жіберді. Ер адам жылай ма? Сені білмеймін. Жәмилаңның сенде көңілі әлі бар сияқты. Не себепті ажыраспақшы екеуіңнен де тойып болдым. Арда қаншама уақыт өтті. Ешқашан олай ойлама. Сен ғана менің жан-жарым. Мәңгілік солай болып қалады. Ол мені Ләйламен қорқытып келді. Анама бәрін айтса, оның жүрегі нашар екенін білесің ғой. Қазір сен мені қолдамасаң, не істерімді білмеймін. Кешірші, өтінемін. Жарайды, жақсы, солай-ақ болсын. Саған менің ешқандай да сенімім қалмады. Жақын арада Москваға қайта ораламыз. Егер келіспесең, ажырасайық. Санжар үшін алаңдаймын. Сен үшін бәрін жасаймын. Отбасымыз үшін бұрынғы бақытты өмірімізге ораламыз. Санжарға анама еш нәрсе айтпаймыз. Тек сен менімен бірге болсаң болды. Азамат пен әйелі еріксіз көз жастарына ерік берді. Екеуі қайта табысты. Мама, әкем қандай жақсы адам. Алғашқы күннен қамқорлығын танытты. Иә, жақсы, қаншама жыл бойы оның көмегімен ғана өмір сүріп келеміз. Жас кездегі қателігіме өзімде өкінемін. Амал не? Ештеңе етпейді, мама. Алда мен сіздерді қайтадан жақындастырамын. Қызым, ондайды еш уақытта ойыңа алма. Оның отбасы бұзылғанын қаламаймын. Қазір екеумізде ересек үлкен адамдармыз. Бір-бірімізге деген сезіміміз мүлдем жоқ. Сенің алдыңдағы жауапкершілігін орындаса жеткілікті. Жарайды, мама.
Өзіңіз білесіз, бір білерім енді әкем менің айтқанымды жасауы керек. Иә қызым, міндетті түрде ақылдым менің. Ерғали үйдегі болған жанжалды, Жәмиланың әжей туралы жоспарын Лаураға айтып берген болатын. Лаура әкесіне жаны ашыды. Мамам неге бұлай жасайды, оған не жетпейді, білмеймін қызым. Әке, біз не істей аламыз? Көздегені дүние, ашкөздік, әзірге сабыр сақтаңыз. Ертең киімдеріңізді әкеліп беремін. Сізге жақын жерден квартира тауып қойдым. Әзірге осында тұра беріңіз. Рахмет қызым, өзім тауып аламын, керек емес, әуре болма. Әке, бұныңыз не? Бізге жақын жерде тұра беріңіз, қысылмаңыз, сізді түсінеміз. Қазір сізге қатты қиын. Бізбен тұруға келіспедіңіз, тұрмасаңыз ренжеймін. Рахмет балам, көп рахмет. Ертесіне Лаура әкесінің заттарын алуға үйіне келген болатын. Алдынан Ләйла шықты. Әкеңнің заттарын алуға келгенің жақсы болды. Өзімізде шығарып салайық деп жатқанбыз. Сенің мұның не? Әкең? Ол екеуміздің де әкеміз емес пе? Қалай сөйлейсің? Жоқ, қателеспе. Ол сенің ғана әкең. Саған не болған? Мамам екеуің татуластыру орнына мұның не? Маманың әрекеті дұрыс емес екенін айту қиын ба? Мамамды қолдаймын, бәрі дұрыс. Ал әкемізге келсек, менің әкем Азамат Жангалиевич. Бұл не дегенің, түсінбедім. Сүйікті әкең айтпады ма? Екеуміздің анамыз бар. Әкелеріміз бөлек. Сендей әпкем барына қиналушы едім. Әрқашан өзіңді жақсы көрсетіп, көлгірсіп жүретінсің. Сен өзі не деп тұрсың? Мұны саған кім айтты? Қайдағы Азамат? Ол менің әкем. Сондықтан қалғанын өз әкеңнен сұрап ал. Нені сұрауым керек? Не деп тұрсың? Түсінбедім. Барын түсінікті айттым. Менің әкем басқа адам. Сенің әкең мына таксист. Қалай олай айтып тұрсың? Туған әкең болмаса да қаншама жыл бірге тұрдың. Сені бақты, сені асырады. Еш қандайда құрметтің жоқ. Мұның не? Құрмет? Сен құрметте. Менің оған керегім болған емес. Сен ғана оның қызы болып едің. Әрқашан мені екінші орынға қоятын. Ол екеумізді бірдей жақсы көрді. Аяқ асты бұлай өзгергенің қалай? Жоқ, бірдей көрген емес. Екеуіңді мүлдем көргім келмейді. Сен бір күнде қалай ғана өзгеріп кеттің, қалайша? Солай, себебі мен әкемді таптым. Маған қамқор екені, сенімен сөйлесу мүмкін емес. Лаура заттарды алып үйден шығып кетті. Ләйла оны әрқашан көре алмайтын. Оны көрсе жауын көргендей болатын. Себебі туыстары бәрі Лаураны мақтайды. Лаура жанашыр, мейірімді, қамқор, ақылды қыз. Ал Ләйланың мінезі анасынан аумайды. Тәкаппар, менмен өзін ғана ойлайды. Таныстары, апалы сіңілі екі қыздың мүлдем ұқсамайтынына таң қалатын.